Қайырлы күн достар, каналымда бүгін тағы бір ерекше рецепттің түрін жасап көрсететін боламын. Менің отбасым өте сүйсініп жейтін самсаның жасалу жолымен бөлісемін. Ендеше кеттік, бірге жасап көрейік. Бұл самсаның жасалу жолы өте оңай. Бір рет дәмін көрген адам тоқтамай жей бергісі келетін бұл самсаның ерекшелігі сондай. Ең алдымен дайындау үшін пиязды осылай ұсақтап турап, дайын етке қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластыратын боламын. Осымен салмасы дайын болады. Келесі қамырын дайындаймын. Оған сүт, айран, зәйтүн майы, тұз, жұмыртқаның ақ уызы және ашытқы қосып илеймін. Қамырды илеп болған соң 5-10 минутқа бетін жауып қоятын боламын. Қамырдың құрамында ашытқы болғандықтан ұзақ қоюдың қажеті жоқ. 5-10 минуттан кейін алып бірден жасай беруге болады. Осылай илеуін қандырып алғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп, әрқайсысын 30 граммнан жасайтын боламын. Бір самсаның қамыры 30 граммдай ғана болу қажет. Бұл самсаның жасалу жолы өте оңай. Осылай көріп отырғандарыңыздай, қамырды осылай жайып аламыз да, бір жақ шетін пышақпен кесіп, сол кесілген жеріне салмасын салып, айналдырып, орап, астын жақсылап түйіп, жапсырып аламыз. Дайын болған самсаларымыздың үстіне сары уызды жұмыртқаның аламыз да, сүтке кішкене араластырып алып, соны барлығына жағып шығамыз. Үстіне қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Бар болғаны осылай дайындалады. Өте оңай, әрі жылдам дайындауға болады. Бір рет дайындап көрсеңіздер болғаны, көзді жұмып ары қарай істей бересіздер.
Міне осымен самсамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай дастарханның сәнін келтіретін, дәмі тіл үйіретін, қамыры да ерекше дайындалатын осы самсаның рецептісі ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ерке Қуатқызы. Келесі менің жаңа рецепттерімде жолыққанша аман сау болыңыздар.